Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай алмалы печеньенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте дәмді және де өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал бастайық. Алдымен ыдысымызға ұнды еліктен өткізіп аламыз. Оның үстіне бір шай қасық қопсытқышты қосып, және де бөлме температурасында тұрған сары майды қосамыз, және де лопатканың көмегімен араластырамыз. Сары май бізде 82% болу керек, міндетті түрде. Осындай крошка жасап аламыз. Енді бөлек ыдысқа қаймақты саламыз, оның үстіне жұмыртқа және де қантты салып, жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Және де ұнымызға салып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Осы тәтті печеньемізге керек ингредиенттердің барлығын описанияға жазып қоямын. Сол жерден көріп, міндетті түрде дайындаңыздар. Бұл печенье үлкендерге де және де балаларға да өте қатты ұнайды. Бұл қамырға ұнды көп қосуға болмайды. Егер де қолыңызға жабысып жатса, жұмыс істеуге ыңғайлы болмай, сол кезде 5-10 грамм ұн қосып жіберуге болады. Осылай дайындап, целлофанға немесе пищевая пленкаға орап, холодильникке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте осы печеньемнің ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Алманы осылай теркадан өткізіп, қызып тұрған табаға сары майды салып ерітеміз. Және жаңағы үкіштен өткізген алманы саламыз. Үстінен қантты салып, араластырып, 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Сол кезде біздің салмамыз жұмсарып, печеньенің ортасында жұмсақ болып тұрады. Осылай бізге су керек емес, суын алып, тек қана өз алмасын ғана қалдырамыз. Енді ары қарай печеньемізді дайындаймыз. Холодильникте тұрған қамырымызды алып, екіге бөлеміз және оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қатты жұқа қылуға болмайды, және де қатты қалың қылуға да болмайды. Осылай 4-5 етіп жаясыздар, және де салманың жартысын салып, жан-жағына жеткізіп жайып шығамыз. Осылай жасап алдым. Енді рулет ұқсатып орайтын боламын. Бұл тәтті печенье өте тойымды болып келеді. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларға да, үлкендерге де өте қатты ұнайтын печеньелердің бірі. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай орап алдым. Енді осыны бірнеше бөліктерге бөлемін. Духовканы алдын ала осы кезде қыздырып қоя берсеңіздер болады. Енді ортасында салмасы осылай болып тұрады, өте әдемі көрінеді. Осылай противенге барлығын жайғастырып алып, және де екінші бөлігін де дәл жаңағындай жасайтын боламыз. Барлық ингредиенттерді осы печеньеға керек ингредиенттерді астына описание қалдырып кетемін. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Дәл жаңағыдай бұл бөлікті де солай ортасына начинканы салып, жан-жағына жеткізіп, рулет ұқсатып ораймыз. Және бұны да бірнеше бөліктерге бөліп противенге жайғастырамыз. Барлығын жасап болғаннан кейін осы печеньелердің бетіне жұмыртқаның сарысын жауға болады, бірақ мен ұмытып кетіппін, сондықтан онсыз да өте әдемі болып пісіп шықты. Осымен шайға арналған тәттілерім дайын болды. Қарасаңыздар, өте әдемі болып пісіп шыққан, көтерілген, шамалы дастарханға да әдемі көрінеді. Толық суытамыз. Суғаннан кейін барып, әдемілік үшін бетіне сахарный пудраны сеуіп қойсаңыздар болады. Мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Соңынан болғандарыңызға көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.